Сәлем достар, хейттің астына алып жүрмеңіздер. Мен сіздерге тағы да бір мастерлердің ошибкасын көрсетейін дедім. Алдындағы фрезамен тазалаған кезде міне осылай кішкене тырнағын қазып жіберген екен. Птериги емес, мына уже қазылған тырнақ. Қазір соны қалпына келтіруді көрсетемін. Қараңыздар, бірінші боковой валигін екі жағын дұрыстап полировать етіп аламыз фрезамен кетіріп. Сосын қазылған жерлерді де жақсылап тегістеп тастауымыз керек. Кутикулаға кіргізер кезде тұмсығын қатты баспаймыз фрезаның. Тұмсығын қатты басқан кезде ол тырнақ қазылады. Ал егер сәл көтеріңкі болса, наоборот, кутикуламен тырнақтың екі ортасындағы птеригиді алып, ортасын ашып береді. Бар ошибка сол. Сіздер бафикпен үйренсеңіздер болады. Бірінші бафикті осылай фрезамен істеп, ал бізде результат міне осылай болып шықты. Қалай?